Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Қазақтың жаңа жылы Наурыз мейрамы келіп жетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мейрамының мазмұнын байыта түсетін тұжырымдама жасаған болатын. Биылғы жылы Наурыз мерекесі 10 күн бойы аталып өтілуде. Яғни 14 Наурыз көрісу күнінен басталса, бүгін зияткерлік күні. Құрметті көрермендер, бүгін біздің зияткерлік күнге байланысты қонағымыз келіп отыр, таныса отырайық. Ерсін Жылқышев кентіміздің тұрғыны, біздің кітапхананың тұрақты оқырманы, тележүргізуші, Береке бірлік қоғамдық ұйымының жетекшісі қабылдадық. Ерсін Серікұлы, осы сізді кентіміздің тұрғындары жеті қырлы бір сырлы деп таниды. Оның яғни не себеп бүйтіп айтып отырмыз? Сіз кезінде әнші болдыңыз, мәдениет үйінде қызмет атқардыңыз деген сияқты. Осы орайда бүгінгі тақырыпқа байланысты, яғни зияткерлік күні дейді. Сіздің басты жұмысыңыз телеарнада жұмыс істеу барысында осы зияткерлік бағдарламалар ұйымдастырасыздар ма, немесе өзіңіздің жүргізетін бағдарламада осындай тақырыптар орын ала ма? Я енді бір айта кететін дүние, бұл жаңағыдай телерадиода жұмыс, ол басты жұмыс емес. Яғни мен оны бір былайша айтқан кезде қызығушылықтан туындаған жұмыс болады. Бірақ бүгінгі таңда ол жерде сәтті күн деген бағдарлама бар, бір сағатқа созылатын. Әр сейсенбі сайын сол сәтті күн бағдарламасында мақалдың жалғасын сап айдар жарық беретін болады. Ол жердегі мақсат жаңағыдай біздің көрермен тыңдармандарымызға осы қазақтың мақал мәтелдерін дәріптеу. Яғни сол жаңа новое телевидение арнасының көрермен тыңдармандарының арасында сөз мергені анықтау мақсатында аптасына бір рет осындай мақалдың жалғасын тап айдар ұйымдастырылады. Соған орай аптасына бір рет түрлі тақырыптарды таңдап, сол тақырып төңірегінде жаңағыдай мақалдар жасырып, көрермендермен қызықты тыңғылықты ақпараттар алмасып отыратын жайымыз бар. Мақалдың жалғасын тап айдарында көбінесе қандай санаттағы адамдар, тыңдаушылар хабарласады? Енді ол жерде жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Яғни кез келген біздің тыңдармандарымыз хабарласып, өзінің ой пікірлерін жаңағыдай белсенді атсалысады, тақырыпқа сай. Кей кезде болады, жаңағыдай зейнет жасындағы адамдар хабарласып жатады. Ең жас көрермендеріміз, енді қателеспесем, бір 6 жас шамалында көрермендерде хабарласады. Көбінесе бізде WhatsApp желісі бар. Сол WhatsApp желісінде жаңағыдай тақырыпқа сай мақалдарды жолдайды. Мысалы, бір күнді біз отан туралы алатын болсақ, 1 сағат көлемінде біздің көрермен тыңдармандарымыз отанға байланысты өздерінің мақал мәтелдерін жазып жолдайтын болады. Кейін бізде жаңағыдай тікелей байланыс нөмірі бар. Сол жерге тікелей байланыс нөміріне хабарласқан көрермен тыңдармандарымызға біз мақалдың бірінші жолын жасырып, жалғасын табуды сұраймыз. Егер де кім жаңағы біз жасырған мақалдың жалғасын табатын болса, онда ол жеңімпаз атанып, сол күнгі біздің бағдарламаға, яғни тікелей эфирге сол кісінің суретін салып, жаңағыдай сөз мергені деп жариялайтын. Тағы да осы орайда бір сұрақ туындап тұр. Мысалы, қараңызшы, бұл зияткерлік күнінің негізгі мақсаты балалардың ой-өрісін жетілдіру. Сол мақал мәтелді табу барысында осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Мысалы, қазіргі өскелең ұрпақ сол мақал мәтелге қызыға ма? Жаңылтпаштар, немесе батырлар жырын оқиық деген сияқты өзіңіздің тарапыңызда болды ма осындай жағдай? Енді бұл жерде біріншіден қоғамнан бұрын отан отбасынан басталады, енді мақал демекші. Сондықтан да бұл жерде баса көп мән беретін дүние отбасында көбінесе қандай дүниелер қолданылады, қандай дүниелер қолға алынады. Ерсін Серікұлы, осы біздің қалың оқырмандарға, көрерменге айтатын
әңгімелесімізді қорытындылаймыз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз зияткерлік тақырып болды. Оның ішінде жаңағындай халық ауыз әдебиетін, жаңағы көркем сөз, мақал, мәтел, жаңылтпаш, осыларды біздің жастарымыздың санасына қалай сіңдіру тақырып төңірегінде болып жатқанын түсінуге болады. Сондықтан да біріншіден айтарым, ең бастысы кітап адамның досы. Жас кезден бастап баланы кітапқа оқуға баулыған дұрыс деп санаймын. Жалпы оның кітапқа деген қызығушылығын арттырса, жаңағындай жүре жаңағындай бала ертегіні оқып, кейін жаңағындай түрлі қысқа әңгімелерді оқып, осы уақытта жаңағындай баланың зияткерлік қабілеті өздігімен дамиды деген ойдамын. Енді жалпы өздеріңізге белгілі, менің салам мамандығым басқа болғанмен, жаңағындай түрлі жаңағындай ауыз әдебиетке де жақындығым бар. Себебі ол жаңағындай мен өзім бастауыш сыныптан бастап кітап оқумен айналыстым. Яғни түрлі кітаптар оқыдым. Сол себептен өзімнің кішкене де болсын сөздік қорымды дамытып, ой өрісімді кеңітіп алған болатын. Сол себептен де бізді қазір көріп отырған көрермендеріміз болса, оларға айтарым, мүмкіндігінше балаларыңызды кітапқа дос қылдырыңыздар. Ана бір жақсы сөз бар ғой, тек ол енді орысша айтылады, қазақша аударып көрейін. Сондай бір заман келеді дейді, көретіндерді оқитындар басқаратын болады. Яғни қазір қарасаңыздар, көбінесе адамдар жеңіл жолды іздейді, жаңағындай түрлі әлеуметтік желілерден ақпарат алады, бірақ ол толыққанды ақпарат болып есептелмейді. Ал жаңағындай оқыған адам ол міндетті түрде бір саты болсын әрдайым жоғары тұрады. Сондықтан да құрметті көрермендер, осы шамаларыңыз келгенше балаларыңызды кітапқа үйретіп, оның ішінде жаңағындай біздің халық әдебиетін, жаңағындай балаларыңызға ертегілерді оқытып, өздеріңіздің жаңағындай үйден тәрбие айтады ғой, отбасынан басталады. Осы орайда жаңағындай балаларыңызға түрлі қызықтыру ретінде түрлі мақалдар жасырып, түрлі жаңағындай ойындар ұйымдастырсаңыздар, міндетті түрде ол баланың ынтасы ашылып, кейін өзінің бойында қалыптасып қалатын иммунитет, бала кезде алынған иммунитет ол өмір бойына қалып қояды деген сенімдемін. Құрметті көрермендер, осымен іс-шарамыз өз мәресіне келіп жетті. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында осы зияткерлік күніне байланысты халықтың ауыз әдебиетін жаңғыртып, жас жеткіншектерге рухани азық сыйлайық. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, әр отбасында тек қана жақсылық бола берсін. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Біздің кітапхана атынан Бұхар бабамыздың 350 жылдығына орай шыққан кітабымызды сыйға тартамыз. Рахмет.